Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге 910 формадағы отчетты тапсыруды көрсететін боламын. Қазір январь айында 2024 екінші полугодиясын отчет тапсыру уақыты басталды. Енді соны қалай тапсыратынымызды сіздерге көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай Google-ға кабинет налогоплательщика деп жазып аласыздар. Сіздерге ЭЦП күліштарыңызбен осы базаға кіріп аласыздар. Сосын сіздер ең бірінші лицевой счетқа қандай ақша қай жақтан түскен соның барлығын көріп аласыздар. Осылай лицевой счет дегенге барасыздар және ол жерге кіресіздер. Осы жерде вопрос сальдо элса деп тұрады. Осыған кіресіздер, мен жіберіп қойғам, сондықтан осылай шығып тұр. Жібергеннен кейін обновить страницу дейсіздер. И осы жердегі дата деген жерде бүгінгі күнгі датамен обновление болу керек. Сол кезде сіздердің түскен толық ақшаларыңыз осы жерде тұрады. Міне сальдо налога деген жерде сіздердің төлеген ақшаларыңыз түседі ИП-ға. Және ана жақта қай жақтан түскеннің барлығы көрінеді. Одан кейін регистрационный данныйларыңызды көріп алыңыздар. Сіздерге ең керек екіншісі сервисы деген жерге барасыз. Сол жерде регистрационный данный болады. Соған кіріп аласыздар. Ең астына қарай түсесіздер. 9-шы разделде бұл жерде сіздерге керегі по месту жительства және по месту нахождения ИП деген УГД номерлері керек болады. Міне осы жерде орган государственных доходов деп тұр. Соның астында УГД номерлеріңіз тұрады. УГД деп. Осы екеу керек болады бізде екінші шагында. Ол жерде де ең соңғы даталар болып тұру керек. Бұлай дата снята с учета деген жерде тұрған болса, ол уже саналмайды. Келесі бізде үшінші шагымыз настройки список форм дегенге барасыздар. Және сіздер қай жылдың отчетін жіберіп жатырсыздар, соны таңдайсыздар. Біздер қазір 2024 екінші полугодиясын тапсырамыз. Сондықтан 2024 дегенді таңдаймыз. Ең астына түсеміз. Осы жерде 910 формадағы отчетты таңдайсыздар. 910 деп тұрады. Міне кірген кезде сіздерге осылай басты бет ашылады. Бірінші, екінші разделде өздеріңіздің данныйларыңыз шығады. Ал енді толтыратынымыз біз үшінші разделден бастап 2024 деп тұрады. Және екінші полугодия деп осы жерге жазасыздар. Полугодия деген жерге екіні жазасыздар. Одан кейін Б пунктын таңдайсыздар. Егер де отчетты бірінші рет тапсырып жатқан болсаңыздар, первоначальныйын таңдайсыздар. Егер де бірінші рет емес, екінші немесе үшінші одан да көп болып жатса, очередная дегенді таңдайсыздар. Сосын таңдаймыз, уже біз резидент дегенді таңдаймыз. Асты жағында резидентті таңдайсыздар. Одан төменге қарай түсеміз. Енді бұл жерде біздер доходты жазамыз. Доходтарыңыз ИП-да қандай доход болды, оны сіздер қайдан аласыздар. Егер де Каспий Пеймен жұмыс жасасаңыздар, Каспий Пейден выписка аласыз. Жарты жылдық немесе кассовый аппараттар болса, кассовый аппараттағы доходтарыңызды жазып осы жерге көрсететін боласыздар. Міне осылай өздеріңіздің доходтарыңызды жазып болғаннан кейін асты жағында сіздерге ИПН налогтарыңыз және соц налогтарыңыз осы жерде шығып тұрады сіздерде. Сосын мына асты жағына өздеріңіздің ИП-ға салған төлемдеріңізді жазғаннан кейін сіздерде соц налогтарыңыз алынады. Максималкамен салсаңыздар. Енді міне бізде ең бір айлық доходтарымызды жазамыз. Бір айлық 595 мың теңге. Бір айлық доходтарымызды жазамыз. Бізде қазір бұл тек қана сентябрь айынан бастап жұмыс жасалды бұл ИП. Сондықтан сентябрь айынан бастап бұл өзіне ИП-ға төлем салды. Бізде ең максималды бір айлық доходымыз 595 мың теңге. Осылай жазамыз. 1, 2, 3 деген жерге бірінші ай июль, одан кейін август, одан кейін сентябрь, осылай 1, 2, 3, 6 айды осылай жазады. Енді келесіде бірінші страницаны осылай толтырып боласыздар. Одан кейін екінші страницаға барамыз. Осылай бір айлық доходты жазған соң, екінші страницада сіздерде 20.825 теңге социальный отчисленияңыз автоматты түрде осылай шығарып береді. Енді бізде ең максималды айлық көрсеткіш бір айда қанша доход болды, сол туралы жазатын боламыз. Бұл жерге бізде максималкада 661.110 теңге. Осылай жазған кезде міне сіздердің пенсионкаларыңыз максималды түрде осылай шығып тұрады. 66.111 теңге. Енді
сентябрь айынан бастап декабрь айына дейін осылай доход болды, бұл кісіде максималкада салды, осылай белгілейміз отчеттарында. Пенсионканы да 66.111 теңге қылып салды. Осылай доходты жазған кезде астында пенсионкаларыңыз шығып тұрады. Келесіде ОПВР, пенсионный работодатель, ол 2024 январь айынан бастап бекітілген. Соның максималды түрде ол 9917 теңге қылып бекітілген. Енді соны жазып шығамыз. Бұл кісі июль-августке салған жоқ, сентябрьден бастап салды. Міне сентябрь айынан бастап жазып жатырмыз 9917 теңге. Одан кейін октябрь, ноябрь, декабрьге осылай салған. Одан кейін медстраховка. Бұны да сол сентябрь айынан бастап салынды. Бұл жерге бірінші, екінші айға 0 қоясыздар. Егерде 0 қоймасаңыздар, ошибка болып шығып тұрады. Міне осылай барлық төлеген төлемдеріңізді осы жерге екінші страницаға осылай бекітіп шығасыздар да, келесіде 4-ші страницаға барасыздар. Бұл 4-ші страницада сіздер налогты белгілейсіздер және УГД номерлеріңізді белгілейсіздер. Мен сіздерге басында айтқан УГД номерлер регистрационный данныдағы. Енді налогты белгілейміз. Сіздер лицевой счетта көріп аласыздар налогтарыңыз қандай районға түскен. Налог 101-202 КБК-дағы. Соны лицевой счетта міне көріп аласыздар. Обновить страницу дейсіздер, және бүгінгі датамен ол да обновление болу қажет. Сол кезде міне көріп аласыздар КБК 101-202 УГД номер міне жазылып тұр. Осы басында код деген жердегі УГД номерді осы жерге жазасыздар. Жазып болғаннан кейін найтиді басасыздар. Сол кезде сіздердің түскен ақшаларыңыздың районына шығып тұрады осылай. Выбрать деп таңдап, осылай налогтарыңызды белгілейсіздер. Келесіде бізде по месту жительства және по месту нахождения ИП деген УГД номерлеріңізді осы жерге жазасыздар. Оны жаңағыдай регистрационный данныда көріп аласыздар. Қатесіз осы УГД номерлерін жазу керексіздер. ИП-ніңкі басқа, по месту жительства пропискасы басқа. Сондықтан бұлардікін міне шатастырып алмай жазасыздар. Оны жаңа регистрационный данныдан анықтап, барлығын көріп алыңыздар. Сосын осы жерге УГД деген жерге жазасыздар. Барлығын жазып болған соң проверить заполнение дейсіздер. Міне ошибка нет, отправить в УГД деп жібере бересіздер. ЭЦП ключтарыңызбен выбрать файл дейсіздер. ЭЦП ключтарыңыздың парольдарын жазасыздар. Осы жерге вводить пароль дейсіздер және окейді басып выбрать деп осылай отчеттарыңызды жібере берсеңіздер болады. Енді бұл жіберген отчеттарыңыз қайда тұрады? Форум налоговые отчетности кіресіздер. Осы жерде журнал форумды таңдайсыздар. Сосын найти дегенді басасыздар. Сіздердің тапсырылған отчеттарыңыз астында шығып тұрады, разнесена болып тұрады қабылданған отчеттарыңыз. Мен қазір жіберген жоқпын, просто черновикке сақтап қойдым көрсету үшін. Статус деген жерге разнесена болып шығады. Сол кезде сіздердің отчеттарыңыз қабылданды деген сөз. Егерде сіздерге отчет тапсыру қиындап жатса, мен сіздерге отчет тапсырып бере аламын. Номерді қалдырып кетемін, сол номерге сіздер хабарласып, менімен байланыссаңыздар болады.